қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінің 7-ші D сынып оқушысымын. Қазір біз Кеңес одағының батыры Мәншүк Мәметованың мемориалдық музейіндеміз. Мен осы музейдің электрондық нұсқасын жасадым. Осы музейдің электрондық нұсқасымен астындағы сілтеме арқылы таныса аласыз. Ғылыми жобаның мақсаты Кеңес одағының батыры Мәншүк Мәметованың ерлігін музейдегі жәдігерлер арқылы тану және басқаларға таныстыру. Сонымен қатар Мәншүк Мәметованың 100 жылдығын ұлықтау. Қазір менің қолымдағы кітап ол Прокопенко мен Халимуллин жазған «Звездный час Манчук» деген атақты кітап. Осы кітаптан да өте қызықты мәліметтер алынып, электронды нұсқасына қосылды. Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану музейінің бөлімі Мәншүк Мәметова мемориалдық музейі Сарайшық көшесінің 51-ші үйінде орналасқан. 9-шы республикалық әкелер даңқты жолымен слеті аясында Совет одағының батыры Мәншүк Мәметованың 60 жасқа толу құрметіне 1982 жылдың 7-ші шілдесінде Мәншүк Мәметованың музей үйі болып салтанатты түрде ашылған. Осы бөлмеде өте көп жәдігерлерді көріп тұрмыз. Оның бірі осы отырғыш. Осыны бұрында осы Орал қаласының директоры Ұлжан Ибрашқызы осы отырғышты Алматы қаласынан аэропортта самолетқа отырып өзінің қолына әкеліп, осы Орал қаласына ұсынған. Осы отырғыш ол өте құрметтеу керек, өйткені Мәметовтар отбасы осыны қолданған. Осы самауырды Мәншүк Мәметованың анасы Мәншүк тұрмысқа шыққан кезде беремін деп айтқан, бірақ та оның арманы орындалмай қалды. Мынау Мәншүктің шүберек сөмкесі болып табылады. Ол осымен хат тасыған. Ол оның жеке заты болып табылады. Осы айна да ол жәдігердің өте маңыздысының бірі болып табылады. Бұрында Мәншүк Мәметованың анасы Әмина Сүлейменқызы осы айна Мәметовтар отбасы осы үйде тұрған кезде дәл осы жерде ілініп тұрғанын айтты. Осындағы барлық жәдігерлер туралы менің электронды нұсқамда бар. Осының барлығымен Мәметовтар отбасы өздері қолданылған. Мына витрина Мәншүк Мәметованың әкесі Ахмет Мәметовқа арналған. Осы жерде біз оның әртүрлі фотосуреттерін көре аламыз. Ол қазақтан шыққан тұңғыш дәрігерлердің бірі болып табылады. Мысалы, осы жерде ол әріптестерімен түскен фотосурет. Өкінішке орай 1938 жылы ол халық жауы деген жалған жала тағылып тұтқындалады. Сол кезде ол ату жазасына кесіледі. Одан кейін Мәншүк Мәметова Ұлы Отан соғысы басталған кезде біріншіден отанын жаудан азат ету үшін, екіншіден әкесін ақтау мақсатында аттанады. Музейдің электронды нұсқасы 3 тілде аударылған. Қазір электронды нұсқасына көп адам кірген. Алдағы уақытта одан да көп адам Мәншүктің ерлігімен қызығып, танысып, одан да көп адам білетін болады деген үміттемін.